Ақтөбеде бір аптада 12 адам опат болған тас жолға бақылау күшейді. Енді полицейлер Қарабұтақтан облыс орталығына және керісінше бағытта жүретін көліктерге жол көрсетіп, ілесіп отырады. Осы уақытқа дейін көпшілік шағым айтып шаршаған Самара-Шымкент трассасының сапасы бұдан жақсарып кетер ме екен? Бұл бір реттік акция ма, әлде жалғаса бере ме? Ақбаян Сұлтанмұратова біледі. Жолдағы қабылдау өткізуге полицейлердің дәл осы бағыты таңдауы кездейсоқ емес. Қарабұтақтың маңында үнемі көлік көп. Тәулігіне ерсілі-қарсылы 16 мың автомашина өтеді. Шұрық-тесік жолда діттеген жеріне жетем деп жүйткіген жүргізушінің кесірінен қыршыннан қиылып жатқандар қаншама. Авокондайтындар бар, ондайлардың бәрін тоқтатса, скоростьті, лавешенелерін, сондайлардың бәрін үргідіріпке келтірсе, авария көп болмайды ғой, жайдаса, фураларында қаттайдайды. Полицейлер жолдағы қабылдау акциясын жиі өткізеді, жүргізушілерге жадынама да таратады. Жол ережесін сақтаңыздар деп айтуының да кемі жоқ. Бірақ ресми статистиканы көріп, жаның түршігеді. Тек Қарабұтақ пен Ақтөбенің ортасындағы жолда жыл басталғалы 17 адам опат болып, 58 адам жарақат алған. Арасында қаншама бала бар. Жол көлік апаты жиілеген бағытта тәртіп сақшылары таңғы 8-ден 11-ге және кешкі сағат 15-тен 18-ге дейін ілесіп жүруге шешім қабылдапты. Бұл бір күндік шара емес, жалғаса береді дейді полицейлер. Автокөліктің қарқындылығы, яғни көп қозғалатын уақыттары бекітілді. Сонымен қатар қай жерде жол оқиғасы көп орын алған жерлер анықталып отыр. Осыған байланысты Ақтөбе облысы аумағында Самара-Шымкент тас жолының 965 шақырымы, яғни Қарабұтақ ауылынан бастап Ақтөбе қаласына дейін 753 шақырымға дейін автокөлікті арнайы алып жүру ұйымдастырылатын болады. Бір жол бар, жақын болса да алыс деп жұмбақтасақ, жүргізушілер ойланбастан Ақтөбе мен Қарабұтақтың арасындағы жол ғой деп жауап қайтарары анық. Халықаралық тас жолдың дәл осы тұсы көрші елдің жүргізушілерінде жүйкесін жұқартқан секілді. Бұл жаққа бірінші рет келе жатырмын. Нашар жолды да көрдім, тәуірімен де жүрдім. Салыстырмалы түрде айтсам, Ресей жағында жол жақсы екен. Ойдым-сойдым жерлер әрине. Біз сияқты жүк көліктеріне ауыр, әсіресе аптап ыстықта шаршатып жібереді екен. 20 жыл бұрын салынған жолдың әбден тозығы жеткені азайтылған жоқ. Жүргізушілерді сөзге тартсаң, жолды қайта салмай, жағдай түзелмейтінін айтады. Биыл екі арадағы жолға ағымдағы жөндеу жүріп жатыр. Бұл тек бір қабатты асфальтты бетон жамылғысы төселеді деген сөз. Оның сапасын арнайы мекеме тексереді. 12 рет жол құрылыс материалы алып, оның сәйкес болатын болса, екеуі сәйкес болмай шықты. Нығыздау коэффициенті талаптарға сай болмағандықтан, сол екеуі біздің тарапымыздан сәйкессіздік берілді. Қазіргі таңда мердігер ұйымы ол ақауларды уақытында жойылды. Ақтөбеден Ұлғайсын ауылына дейін 262 шақырымды қайта жаңарту жұмыстары жоспарланған. Жоба бекітілген, қазір дайындық сатысында. Оған дейін ағымдағы жөндеу, асфальт бетіндегі шұңқырларды бітеу жұмыстарын жасап жатыр. Қайта жаңарту жұмыстарынан кейін ғана жол 4 жолақты болып кеңейеді. Ақбаян Сұлтанмұратова, Марат Ақажанов, Еуразия бірінші арнасы, Ақтөбеден.